Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Альбану оқыды, не істеді, оқыды. Бұл жерде баяндауыш оқыды. Найзағай жарқылдады, қайтты, жарқылдады. Демек, жарқылдады бұл баяндауыш. Алихан оқып отыр, баяндауыш. Айзере жүгірді, Айзере не істеді, жүгірді, баяндауыш. Сабыржан ән айтты, не істеді, айтты деген сөз баяндауыш.